Ертеде бір атай күшігімен орманға келе жатса, қолына киетін қолғабының біреуін түсіріп алып, осыны көрген тышқан қолғаптың ішіне кіріп алады. Мен енді осында тұрамын. Сөйтіп қолғаптың қасына қоян да жүгіріп келеді. Мына қолғапта қайсың тұрасың? Мен шиқалдауық тышқан. Сөйтіп олар екеуі қолғаптың ішінде қалады. Одан кейін түлкі келіп, мынау қолғапта қайсың тұрасың? Мен шиқалдауық тышқан, мен желаяқ қоян. Ал сен өзің қай жануарсың? Мен түлкімін. Сөйтіп олар үшеуі қолғаптың ішінде тұрып, сөйтіп қасқыр да келіпті. Мына қолғапта қайсысың тұрасың? Мен шиқылдауық тышқанмен және менің достарым. Сөйтіп қасқыр олармен бірге тұрады. Кейін хо-хо-хо деп қабан жүгіріп келіп, қолғапта қайсысың тұрасың? Мен шиқылдауық тышқан және менің достарым. Қабан, мені де кіргізіңдерші. Жарайды, бізбен бірге кел. Аз уақыттан соң қолғаптың қасына аю келеді. Сендер қандай көпсіңдер? Мені де кіргізіңдерші. Сен қалай кіресің? Өзінің іші тар ғой. Жарайды, бізбен бірге кел. Қолғаптың іші тар болыпты. Қайта келген қария өзінің қолғабының жоғалғанын байқатты. Оны ит көріп, әуп-әуп деп үреді. Қолғап ішіндегі жануарлар қорытып, барлығы жан-жаққа қашып кетті.